Құрметті көрермен, әңгімені бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздің әсерлі лайкыңыз, пікіріңіз және бөлісуіңіз бізге осындай әсерлі, тәрбиелік мәні бар әңгімелерді жиі ұсынуға үлкен қолдау болады. Ендеше уақыт созбай әңгімемізді бастайық. Күздің жайма шуақ күні еді. Университеттің алғашқы аптасы. Аула іші студенттердің күлкісіне толы. Бірі жаңа достар тауып жатса, енді бірі сабақ кестесін іздеп әлек. Жадыра да солардың бірі болатын. Ауылдан үлкен арманмен келген қарапайым қазақ қызы. Ұзын қара шашын өріп алған, жүзінен ұяңдық байқалатын. Анасы тігіп берген көк көйлек пен ақ жейдені киген, қолында ескілеу сөмкесі болғанымен жанарында үлкен үміт бар еді. Ол болашақта жақсы маман болып, ата-анасының маңдай терін ақтауды армандайтын. Дәл сол кезде дәліздің арғы жағынан бірнеше жігіт күліп келе жатты. Олардың ішінде бойы ұзын, иығы кең, өзіне сенімді бір жігіт бірден көзге түсетін. Бұл Самат еді. Саматтың мінезі бөлек болатын. Көп сөйлемейтін, бірақ сөйлесе нық сөйлейтін. Айналасындағылар оның сөзіне құлақ асатын. Ол алыстап келе жатқан Жадыраны байқап қалды. Қыздың қарапайымдылығы бірден назар аудартады. Мына қыз бұрын көрінбеген ғой, деді қасындағы досына. Бірінші курс шығар. Самат үнсіз ғана күлімсіреді. Бірнеше күннен кейін тағдыр екеуін кітапханада қайта жолықтырды. Жадыра жоғары сөредегі кітапқа қолы жетпей тұрған. Самат үнсіз келіп кітапты алып берді. Міне, рахмет. Бір факультетте оқимыз ба? Иә. Есімің кім? Жадыра. Әдемі есім екен. Жадыра ұялып төмен қарады. Сол күннен бастап Саматтың сәлемі үзілген жоқ. Күндер өте берді. Самат сабақтан кейін Жадыраны аялдамаға дейін шығарып салатын болды. Бір күні екеуі университет ауласындағы орындықта отырған. Самат кенет: Жадыра. Иә. Мен саған бірдеңе айтсам күлесің бе? Білмеймін. Сен үшін аспандағы айды алып берем десең де ойланып тұрмаймын. Жадыра күліп жібереді. Айды ешкім ала алмайды ғой. Сен қаласаң жолын табамын. Сонда маған ай не үшін керек? Самат қызға қарап жымиып: Ай керек емес, сенің күлкің керек. Жадыра алғаш рет жүрегінің ерекше дүрсілдегенін сезеді. Уақыт өткен сайын олардың арасы жақындай түсті. Самат әр мерекеде тосын сый жасап жүрді. Бірде сабақтан шыққан Жадыраны университет қақпасының алдынан күтіп тұр екен. Қолында үлкен гүл шоғы бар. Бұл не? Саған. Не үшін? Гүл сыйлау үшін міндетті түрде себеп керек пе? Жадыра гүлді алып ұялғаннан ештеңе айта алмады. Тағы бір күні туған күнде Самат оған көптен армандаған қол сағатын сыйлады. Мұндай қымбат сыйлықтың керегі жоқ еді. Сен бұдан да қымбат сыйлыққа лайықтысың. Жадыра бұрын соңды мұндай қамқорлық көрмеген еді. Самат оның көңілін табуды жақсы білетін. Екеуі бірге киноға барады, саябақта серуендейді, емтиханға бірге дайындалады. Университетте бәрі оларды ең жарасымды жұп деп атай бастайды. 4 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Диплом алатын күн де келді. Барлығы қуанып жүр. Бірақ сол күні Самат пен Жадыра алғаш рет үлкен сөзге келісті. Самат басқа қаладағы жоғары жалақысы бар жұмысқа барғысы келеді. Ал Жадыра туған ауданына барып өз мамандығы бойынша еңбек етуді армандайды. Бірге жүрейік, деді Самат. Мен әке-шешемнің жанында біраз уақыт болғым келеді. Сонда менші? Сен де мені түсін. Демек жұмысың мен ата-анаң менен маңыздырақ па? Жадыра ренжіді. Әңгіме ондай емес. Бірақ Самат тыңдағысы келмеді. Жарайды, әркім өз жолымен кетсін. Осы сөзден кейін екеуі үнсіз екі жаққа кетті. Жадыра соңында бірнеше рет бұрылып қарады. Самат та тоқтап қалғандай болды. Бірақ еш қайсысы бірінші болып қадам жасамады. Сөйтіп, үлкен махаббаттың оты бір-ақ күнде сөнгендей көрінді. Ал екеуі де бір жылдан кейін тағдырдың оларды қайта табыстыратынын әлі білмейтін еді. Бір жыл. Кейде бір жыл адам өмірінде ештеңені өзгертпейтіндей көрінеді. Ал кейде бір жылдың ішінде бүкіл тағдыр басқа арнаға бұрылып кетеді. Самат пен Жадыра үшін де солай болды. Жадыра оқуын аяқтаған соң туған ауылына оралды. Мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, ауыл балаларына білім бере бастады. Жұмысын сүйетін, балалардың апай деп алдынан жүгіріп шығуы оның барлық шаршағанын ұмыттыратын. Бірақ кеш бата жалғыз қалғанда жүрегінің бір бұрышы бос екенін сезетін.
Терезенің алдында отырып, кейде университет күндерін есіне алатын. Саматты да, бірақ өзін тоқтататын. Бітті, әркім өз жолымен кетті дейтін. Ішінен. Ал Самат басқа қалаға кеткен болатын. Айтқанындай жақсы жұмысқа орналасты. Айлығы да жаман емес еді. Жаңа көлік алды, жақсы киіне бастады. Бірақ достарының ортасында көңілі толмайтын. Бір күні телефоннан ескі суреттерді қарап отырып, Жадырамен бірге түскен суретке көзі түсті. Ұзақ қарап отырды. Сол күні кешке бірінші рет мен оны әлі ұмытпаппын деп өзін-өзі мойындады. Күздің бір күні Жадыра аудан орталығына іс-сапармен келді. Жиналыс аяқталған соң аялдамаға қарай бет алды. Кенет артынан бір таныс дауыс естілді. Жадыра! Жадыра тоқтап қалды. Бұл дауысты ол 1000 адамның арасынан танитын. Жайлап бұрылды. Қарсы алдында Самат тұр. Екеуі үнсіз қалды. Бір жыл бұрын қоштасқандағы сезімдері сол күйі сақталғандай. Қалайсың, деді Самат ақырын. Жақсымын. Сені көрмегелі көп болыпты. Иә. Тағы үнсіздік орнады. Екеуі де айтар сөзін таба алмай тұрды. Кофе ішеміз бе, деді Самат. Жадыра ойланып қалды. Жарайды. Екеуі жақын маңдағы дәмханаға кірді. Алғашында әңгіме тек жұмыс жайлы болды. Самат сөз арасында, мен қазір үлкен компанияда жұмыс істеймін. Жадыра күлімсіреп тыңдап отыр. Жалақым да жақсы, қуаныштымын. Айына жақсы табамын, болашақта отбасымды ешкімге қаратпай асырай аламын. Жадыра оның бұрынғыдан да салмақты сөйлегенін байқап отырды. Әлі баяғы армандарың бар ма, деп сұрады Самат. Бар. Қандай? Бақытты отбасын құру. Самат күлімсіреп, менің де ең үлкен арманым сол. Жадыра оның көзіне қарады. Бұл көзқарасты ол ұмыта алмаған еді. Осы кездесуден кейін олар қайта хабарласа бастады. Самат бұрынғыдан да қамқор болатын. Күн сайын жұмысқа бара жатқанда, таңғы асыңды іштің бе, түсте шаршамадың ба, кешке үйге аман жеттің бе деп хабарласып тұратын. Жадыра өзін қайтадан студент кезіндегідей сезінетін. Бір күні Самат оны қаладағы зергерлік дүкенге алып барды. Мына сақина ұнай ма? Самат, бұл өте қымбат қой. Сенің бағаңмен салыстырғанда бұл ештеңке емес. Маған мұндай сыйлықтың қажеті жоқ. Самат оның қолынан ұстап, Жадыра, иә, мен бір жыл бұрын қателігімді күнде ойладым. Сені жібермеуім керек еді. Жадыра үнсіз тыңдап тұр. Екінші рет тағдыр бізді кездестірді. Бұл жолы сені ешқайда жібермеймін. Самат қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Ішінде жарқыраған сақина тұр. Дәмханадағы адамдардың бәрі оларға қарап қалды. Самат бір тізерлеп отырып, Жадыра, маған тұрмысқа шығасың ба? Жадыраның көзіне ерекше жас келді. Осы сәтте талай рет армандаған. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Содан кейін ғана, иә. Самат қуаныштан оны құшақтап алды. Дәмхана ішіндегілер қол шапалақтап, жас жұбайларға ақ тілектерін айтып жатты. Сол күні Жадыра өзін әлемдегі ең бақытты қыз сезінді. Ал алдында қандай сынақтар күтіп тұрғанын әлі білмейтін еді. Жадыраның иә деген бір ауыз сөзі екеуінің өмірін жаңа арнаға бұрды. Сол күннен бастап екі жас үйлену тойына дайындала бастады. Екі жақтың ата-анасы танысып, құдалықтың рәсімі өтіп, сырға салынды. Жадыраның үйінде қуаныш пен қарбалас қатар жүріп жатты. Бір күні анасы қызының шашын тарап отырып, қызым, барған жеріңде бағың ашылсын. Әйел адамның бақыты сабырында, бірақ сабырдың да шегі болады. Ең бастысы бір-біріңді сыйлауды ұмытпаңдар, деді. Жадыра анасының қолынан ұстап, анашым, уайымдамаңыз, Самат өте жақсы адам. Ол мені ешқашан ренжітпейді. Өмір бойы бақытты боламыз, деп күлімсіреді. Анасы қызының маңдайынан сүйіп, Алла солай етсін қызым, деп ақ батасын берді. Той болатын күнде келді. Ақ көйлек киген Жадыра айна алдында өзіне ұзақ қарады. Кеше ғана ауылдан арман қуып кеткен студент қыз бүгін ақ босаға аттағалы тұр. Самат та ерекше қуанышты еді. Қара костюм киіп, қонақтардың ортасында жарқырап жүрді. Той басталғанда туған туыс, дос-жарандардың бәрі неткен жарасымды жұп, бір-біріне арнап жаралған екен. Бақыттары баянды болсын деп ақ тілектерін жаудырды. Кезек Саматқа келгенде ол қолына микрофон алып, Жадыраға қарап сөз бастады.
Мен Жадыраны алғаш университетте көрген күннен бастап жақсы көрдім. Ол менің өмірімдегі ең қымбат адам. Мен оған студент кезімде сен үшін аспандағы айды алып беремін деп айтқан едім. Сол уәдемнен ешқашан таймаймын. Жадыраны өмір бойы сыйлап, көзінен жас шығармаймын. Қандай қиындық болса да жанынан табыламын. Зал іші ду қол шапалаққа бөленді. Жадыраның жанары жасаурап кетті. Мен өмірлік жарымды дұрыс таңдадым деп ойлады ол. Үйленгеннен кейін жас жұбайлар Саматтың ата-анасының қолында тұрды. Қайын атасы сабырлы, көп сөйлемейтін кісі еді. Ал енесі Маржан апай алғашында Жадыраны жылы қарсы алды. Қызым, бұл үйді өз үйіңдегідей жүр. Енді сен біздің келін емес қызымызсың деді. Жадыра бұл сөзін шын көңілімен қабылдады. Ол Маржан апайды туған анасындай құрметтейтін. Таң атпай тұрып шайын қоятын, үйдің тірлігіне көмектесетін. Жұмыстан шаршап келсе де қабақ шытпай ас әзірлейтін. Қайын атасының жағдайын жасап, Маржан апайдың айтқанын екетпеуге тырысатын. Жадыра үшін отбасының берекесі бәрінен қымбат еді. Арада 1 жыл өтті. Шаңыраққа үлкен қуаныш келді. Дүниеге тұңғыш ұлдары келді. Азан шақырылып есімі Айдар қойылды. Самат ұлын алғаш қолына алған кезде көзіне жас алып, «Ұлым, мен сені ешқашанда ешкімнен кем қылмай өсіремін. Сен үшін бәріне дайынмын» деді. Жадыра күйеуіне сүйсіне қарады. Сол күндері Самат шынымен де қамқор әке болатын. Түнде баласы жыласа өзі тұрып тербететін. Дүкенге барып жүргек әкелетін. Жадыраның халін сұрап тамағын дайындап беретін кездерде болды. Жадыра өзін бақытты әйел сезінді. Бірақ уақыт өте келе шаңырақтағы тыныштық ұсақ-түйек келіспеушіліктер бұза бастады. Bir күні Самат жұмыстан көңілсіз оралды. Ешкіммен сөйлеспестен бөлмесіне кіріп кетті. Маржан апай мұны байқап, «Не болды балама?» деп сұрады. «Білмеймін мама, жұмыстан шаршап келген шығар» деді Жадыра. Кешке Самат анасына, «Жұмыста жүкем жұқарып кетті, басшылық маза бермей жүр» деп айтып отырды. Бірақ Маржан апай бәрібір келініне бұрылды. «Самат бұрын мұндай болмайтын. Соңғы кезде ашуланшақ болып кетті. Сен бірдеңе айтып мазасын алып жүрген жоқсың ба?» Жадыра таңырқап, «Жоқ мама, мен ештеңе деген жоқпын. Ер адамның көңілін табу әйелдің міндеті. Өзім өсірген ұлымды жақсы танимын. Оның мінезін өзгертіп жүрген сен сияқтысың. Кейде араларына от салып жүргенде өзің шығарсың». Бұл сөздер Жадыраның жүрегіне қатты батты. Өйткені ол Маржан апайды туған анасындай сыйлайтын. Ешқашан қарсы сөйлеген емес. Айтқанын орындап, көңілін табуға тырысатын. Соған қарамастан, үйде бір түсініспеушілік болса, кінәлі болып шығатын тағы да өзі еді. Осындай жағдайлар бірте-бірте жиілей берді. Саматтың жұмыста көңіл күйі болмаса да, достарымен келіспей қалса да, үйде бір нәрсе дұрыс болмаса да, Маржан апайдың айтатыны бір сөз. «Жадыра, Саматты ренжіткен сен шығарсың». Ал Самат болса, «Қойшы, анамның мінезін білесің ғой, ренжімеші» деп қысқа ғана айтып қоятын. Бұл сөздер Жадыраның көңіліндегі жараны жаза алмады. Бірақ ол бәрібір үнсіз қалатын. Өйткені ол бұл шаңырақты сақтап қалуды бәрінен жоғары қоятын. Ол әлі де болса, уақыт өте бәрі түзеледі. Біз қайтадан студент кездегідей бақытты боламыз деп сенетін. Алайда дәл сол кезде Саматқа басқа қалаға қызмет ауыстыру туралы ұсыныс келді. Жадыра бұл жаңалықты жаңа өмірдің бастауы деп қабылдады. Ал шын мәнінде бұл олардың отбасы үшін ең ауыр сынақтардың бастамасы еді. Саматқа келген жаңа қызмет туралы хабар бүкіл отбасы үшін қуанышты жаңалық болды. «Құтты болсын балам» деді Маржан апай қуанып. «Енді өз алдарыңа шаңырақ көтеріп бөлек тұрсаңдар да болады». Жадыра да іштей қуанды. Ол мұны жаңа өмірдің бастауы деп қабылдады. Бөлек тұрсақ ұсақ-түйек реніштердің бәрі артта қалады. Самат екеуміз бұрынғыдай бақытты өмір сүреміз деп ойлады. Бірнеше аптадан кейін олар жаңа қалаға көшіп келді. Жалдамалы болса да шағын әрі жайлы пәтер тапты. Үйге алғаш кірген күні Самат Жадыраның құшағын алып, «Міне, енді бұл үйде тек сен, мен және балаларымыз ғана боламыз. Ешкім араласпайды. Біз бәрін жаңадан бастаймыз» деді. Жадыра күлімдеп басын изеді. Сол түні ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет еш алаңсыз ұйықтады. Жаңа қаладағы алғашқы айлар тыныш өтті.
Самат жаңа жұмысына бейімделіп жүрді. Жадыра үйдің тірлігімен айналысып, кішкентай Айдарды бағып отырды. Көп ұзамай Жадыра тағы бір қуанышты хабарды білді. Ол екінші сәбиіне жүкті еді. Қуанышын Саматқа кешкі ас үстінде айтты. Самат, саған айтар жаңалығым бар. Қандай жаңалық? Айдардың бауыры болады. Самат орнынан тұрып әйелін құшақтап алды. Шынымен бе? Иә, бұл ең керемет жаңалық болды. Екеуі сол түні ұзақ әңгімелесті, болашаққа жоспар құрды, балаларының қалай өсетінін армандады. Бірақ уақыт өте келе Самат өзгере бастады. Жаңа жұмыстың жауапкершілігі көбейді. Кеш қайтатын болды. Кейде телефон шалса ашуланып сөйлейтін. Не болды тағы? Ештеңе, жай ғана қай уақытта келесің деп едім. Кішкентай бала емессің ғой, әр 5 минут сайын есеп беріп отыруың керек пе? Жадыра таң қалып қалды. Өйткені бұрын Самат ешқашан бұлай сөйлеген емес. Бір күні кешке Самат үйге ашулы келді. Үстел басына үнсіз отырып тамақ ішті. Жадыра жай ғана, жұмыста бірдеңе болды ма деп сұрады. Самат қасықты үстелге тарс қойды. Саған бәрін айтуым керек пе? Мен жай ғана уайымдамай-ақ қой. Айдардың қолындағы қасығы түсіп кетті. Бала қорқып кеткен еді. Самат орнынан тұрып кетіп қалды. Жадыра ұзақ уақыт үнсіз отырды. Шаршағаннан шығар деп өзін жұбатты. Жүктіліктің айлары өткен сайын Жадыраның да көңіл күйі жиі құбылатын болды. Кейде болмашы нәрсеге көңіл түсіп кететін. Бір күні ол Саматтың дәрігерге бірге барып қайтайықшы, жалғыз өзіме қиын болып жүр деді. Самат телефоннан басын көтерместен, уақытым жоқ, таксимен бара сал. Бұрын бәріне бірге баратын едік қой. Самат қабағын түйді. Бұрын басқа еді, қазір жұмысым бар, соны да түсінбейсің бе? Жадыра үндемей қалды. Арада бірнеше күн өтті. Сол кеште екеуінің арасында үлкен ұрыс шықты. Себебі өте қарапайым еді. Самат жұмысқа киетін көйлегін таба алмады. Көйлегім қайда? Шкафта тұрған шығар? Жоқ, сен не істейсің күні бойы? Жадыра шкафтан көйлегін тауып берді. Міне осында тұр ғой, бірақ Самат ашуын баса алмады. Әдейі жасырып қойғансың ба? Самат, не айтып тұрсың? Сен мені ақымақ қылып көрсете бересің. Жадыра көзіне жас алып, мен ештеңе істеген жоқпын. Самат ашуға булығып, оның қолынан қатты тартып жібереді. Жадыра тепе-теңдік жоғалтып қабырғаға соғылды. Екеуі де үнсіз қалды. Саматтың өзі де не істегенін түсінбей қалғандай болды. Бұл олардың отбасындағы алғашқы күш қолдану еді. Жадыра көз жасын тыя алмады. Ал Самат үндеместен сыртқа шығып кетті. Түнгі сағат 12 шамасында есік қоңырауы соғылды. Самат қолында үлкен гүл шоғымен кірді. Жадыра әлі де жылап отырған. Самат оның жанына отырып, кешірші, мен өзімді ұстай алмадым. Жадыра үндемеді. Жұмыста жүкем жұқарып жүр, бәрі жиналып кетті. Саған қол көтеремін деп ойлаған да жоқпын. Ол әйелінің қолынан ұстап. Бұл енді қайталанбайды. Саған ант етемін. Жадыра оның көзіне қарады. Бұл баяғы университетте өзін сүйген Самат сияқты көрінді. Іштей, мүмкін арасында да жұмыстан шаршаған шығар. Мүмкін мен де жүктіліктің әсерінен бәрін ауыр қабылдап жүрген шығармын. Бәлкім мен де кейбір жерлерде кінәлі болып қалуым мүмкін деп ойлады. Ол Саматты кешірді, бірақ сол түні Жадыра бір нәрсені байқамады. Самат кешірім сұрағанмен өз әрекеті үшін толық жауапкершілік мойындаған жоқ. Ал дәл осы кешірімнен кейін олардың өміріне қайталана беретін ауыр шеңбер басталды. Алғаш рет қол көтерген күннен кейін Самат расында өзгергендей көрінді. Күнде жұмыстан ерте келетін болды. Жадыраның көңілін көтеруге тырысатын, кешкісін сүйікті тәттілерін алып келіп, міне жүкті әйелдің көңілін көтеретін дәрумен деп күліп қоятын. Бір күні тіпті жұмыстан бір шоқ раушан гүлін әкелді. Мына гүл не үшін деп сұрады Жадыра. Себепсіз әйелімнің жүзі күлсін дедім. Жадыра да күлімсіреді. Ішінен шынымен өзгерген шығар деп ойлады. Сол күндері Самат бұрынғы университеттегі жігітке ұқсап кеткендей еді. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Бір ай өтпей-ақ Самат қайтадан кеш келетін болды. Алғашында жұмыс көбейіп кетті деді. Кейін жігіттермен отырып қалдым деп үйреншікті жауап бере бастады. Бір күні түнгі 12-де үйге келді. Есікті ашқан Жадыра, уайымдап кеттім, телефонды неге көтермедің деді. Самат аяқ киімін шешпестен, сенен рұқсат сұрап жүруім керек пе? Жоқ, мен жай ғана емес, сен күннен күнге мазамды алып барасың. Жадыра тағы да үнсіз қалды.
Көп ұзамай Саматтың үйге достарын ертіп келуі жиіледі. Алғашында аптасына 1 рет, кейін 2 рет, сосын күнара. Жадыра, жігіттерге ет асып жібер. Жадыра, шайың қайда? Жадыра, ана салатты тағы жаса. Жадыра жүктілігіне қарамай таң атқанша дастархан жинайтын. Қонақтар кеткен соң үйді тазалайтын. Бірақ ешкім оның шаршағанын сұрамайтын. Бір күні Саматтың достары кеткеннен кейін Жадыра жай ғана: «Самат, сәл азайтсақ қайтеді? Маған ауыр болып жүр». Самат қабағын түйді. «Мен достарымды үйге шақыра алмаймын ба сонда? Мен олай деген жоқпын, тек денсаулығым. Сен бұрын мұндай емес едің. Соңғы кездері бәріне қарсы шығатын болыпсың». Жадыра таң қалып: «Мен қарсы шығып тұрған жоқпын. Өзіңдікі дұрыс сияқты сөйлей бересің». Осы сөзден кейін Самат бөлмеден шығып кетті. Бірнеше күн бойы үндемей жүрді. Жадыра жақындасқысы келсе теріс бұрылып жатып қалатын. Сөйлеспейтін, күлмейтін, тіпті бірге тамақ ішуге де қашатын. Жадыра өзін кінәлі сезіне бастады. Мүмкін расымен де артық айтып қоямын ба? Мүмкін ер адам жұмыстан шаршап жүргенде үндемей жүрген дұрыс шығар. Мүмкін анам айтқандай сабыр етуім керек шығар. Ол бірінші болып кешірім сұрады. «Самат, егер көңіліңе тиген сөз айтсам кешірші». Самат үндемей біраз отырды да: «Жарайды, сен де түсінуді үйрен». Осылайша тағы да Жадыра өзін кінәлі сезініп шықты. Күздің соңында дүниеге екінші ұлдары келді. Азан шақырылып есімі Айбын қойылды. Айдардың қуанышы қойнына сыймай: «Мен енді аға болдым», деп інісінің қасынан шықпай қойды. Самат та перзентханадан шыққан күні ерекше қуанып жүрді. Баласын қолына алып: «2 ұлым бар, енді барлығы бұрынғыдан да жақсы болады» деген Жадыра оны осы сөзіне тағы сенді. Өйткені ол әлі де болса отбасын сақтап қалуға болатын шығар деп үміттенетін. Бірақ арада бірнеше ай өткен соң Самат мүлде басқа адамға айнала бастады. Ол жұмыстан келген бойда балаларын емес, телефонын іздейтін болды. Кей күндері достарымен отырып ішіп келетін. Кейде үйдің ішіне сыра ашып ішуді әдетке айналдырды. Бір бөтелкеден ештеңе болмайды деген, бірақ бір бөтелке уақыт өте келе бірнеше бөтелкеге айналды. Ал ішімдікпен бірге Саматтың ашуы да көбейе түсті. Жадыра мұны көріп жүрді, бірақ жүрегінің түкпірінде әлі де бір үміт бар еді. Мүмкін бұл да уақытша шығар. Алайда ол бір нәрсені білмеді. Алда оның бүкіл өмірін өзгертетін кездесу күтіп тұрған еді. Бейтаныс бір әйел. Және ол әйелдің айтатын бір ғана ақиқаты Жадыраның осы уақытқа дейін сеніп келген өмірін күл-талқан ететін еді. Айбын дүниеге келгеннен кейін арада 2 жыл өтті. Айдар мектепке дайындалып жүрсе, Айбын балабақшаға баратын жасқа келген еді. Сырт көзге қарағанда олар бақытты отбасы сияқты көрінетін. Әдемі үй, 2 тәтті ұл, әке мен ана. Бірақ сол шаңырақтың ішінде күн сайын ұрыс-керіс көбейіп бара жатты. Самат бұрынғыдай емес, жұмысын тағы ауыстырған. Бір орында ұзақ тұрақтай алмайтын болды. Бір мекемеде 3 ай, екіншісінде 6 ай, 6 ай ғана жұмыс істеп қайта шығып кететін. Бастығым дұрыс адам емес, ұжымым ұнамады, айлығы аз екен. Оның әр кеткен жерін өз уәжі дайын болатын. Ал үйдің барлық шығыны бір адамның мойнына түскендей еді. Жадыра үнемдеп өмір сүруге тырысатын, бірақ Самат бұрынғы әдетін өзгертпеді. Достарымен кездесуге, қонақ күтуге ақша табылатын, ал кейде балалардың қажеттілігі кейінгі қалып қоятын. Бір күні Самат көңілді күйде үйге келді. Ертең демалыс, балаларды ойын-сауық орталығына апарайық. Жадыра таң қалды. Соңғы кезде Саматтың өзі осындай ұсыныс айтпаған еді. Шынымен барамыз ба? Әрине, балалар да серуендесін. Айдардың қуанышында шек болмады. Әке, біз батутқа барамыз ба? Барамыз, қалаған жерлерінің бәріне барамыз. Келесі күні 4-еуі қалаға үлкен ойын-сауық орталығына келді. Балалар асыр салып ойнап жүрді. Жадыра да біраз уақыттан бері алғаш рет күлімсірегендей болды. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Самат бір сәтте бір жаққа қарап қатып қалды. Жүзі өзгеріп кетті. Қолындағы телефонды қалтасына асығыс сала қойды. Жан-жағына қайта-қайта қарай берді. Жадыра оның бұл қылығын байқап: «Не болды?» «Ештеңе». Бірақ Самат мазасызданып кетті. «Кеттік». «Неге, балалар әлі ойнап жүр ғой?» «Айттым ғой, кеттік». «Бес-ақ минут, мен дәретханаға кіріп шығайын, тез шық».
Саматтың ашулы дауысы Жадыраны таң қалдырды. Жадыра дәретханаға кіріп қолын жуып тұрған сол кезде есік ашылып, жасы 30-дың шамасында әйел кірді. Ол Жадыраға біраз қарап тұрып, сосын жай ғана: "Сіз Саматтың әйелісіз бе?" Жадыра таңырқап қалды. "Иә." Әйел ауыр күрсінді. "Кешіріңіз, бірақ мен сізбен сөйлесуім керек." Жадыра ештеңе түсінбей тұр. "Таныспыз ба?" "Жоқ, бірақ екеумізді бір адам байланыстырады." "Қалай сонда?" Әйел көзін төмен түсірді. "Мен Саматтың бірінші әйелімін." Жадыра естігеніне сенбей қалды. "Не дедіңіз?" "Иә, біз бірнеше жыл бұрын заңды некеде болғанбыз." Жадыраның жүрегі дүрсілдеп кетті. "Бұл мүмкін емес." "Өкінішке қарай мүмкін. Бізде бір ұл бар." Жадыра қабырғаға сүйеніп қалды. Құлағы шулап, айналасы тұманданып кеткендей болды. "Самат маған бұл туралы ешқашан ештеңе айтпап еді." Әйел басын изеді. Айтпайтынын білдім, сондықтан үнсіз кеткім келмеді." "Неге ажырастыңыздар?" Әйелдің көзіне жас келді, біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана: "Басында ол өте жақсы адам болатын. Дәл сізге көрсетіп жүргендей қамқор еді, сыйлық жасайтын, барлығына уәде беретін. Бірақ уақыт өте келе ашуы көбейді. Кейін маған қол көтере бастады. Мен көп шыдадым. Балам үшін төздім. Бірақ бір күні өміріме қауіп төне бастағанын түсіндім. Сөйтіп кетуге мәжбүр болдым." Жадыраның жүрегі мұздап кеткендей болды. Өйткені әйелдің айтып тұрғандарының көбі өзінің өмірінде ұқсап бара жатты. Әйел соңғы рет оған қарап: "Сізге өтірік айтып тұрған жоқпын. Тек сақ болыңыз. Мен сіздің де менің жолымды қайталағаныңызды қаламаймын." Осы сөздерді айтып, әйел үнсіз шығып кетті. Жадыра бірнеше минут орнынан қозғала алмай тұрды. Жүрегі сенгісі келмеді. Бірақ көңілі әлде қашан бәрін сезіп қойған еді. Ол дәретханадан шыққанда Самат дәлізде ашулы кейіпте күтіп тұр екен. "Қайда жүрсің сонша?" "Саған 5 минут дедім ғой." Жадыра үнсіз ғана оның жүзіне қарады. Бұл жолы ол Саматтың ашуын емес, оның қорқынышын көрді. Ал сол сәттен бастап Жадыраның көкейінде бір ғана сұрақ қайта-қайта жаңғырып тұрды: "Самат маған тағы қандай шындықты жасырып жүр?" Ойын-сауық орталығынан шыққаннан бері Жадыра бір ауыз сөз айтпады. Көліктің ішінде үнсіз отырды. Артқы орындықта отырған Айдар мен Айбын ойыннан шаршағандықтан ұйықтап кеткен. Самат анда-санда әйеліне көз қиығын тастап қояды. Бірақ Жадыраның үнсіздігі оны бұрынғыдан бетер мазасыздандырып бара жатты. Үйдің алдына келген соң балаларды көтеріп кіргізді. Айдарды төсегіне жатқызды. Айбынның үстін жауып қойды. Балалардың ұйықтап кеткенін көзі жеткен соң ғана Жадыра ас үйге шықты. Самат орындыққа жайғасып телефонын қарап отырған. "Самат, сөйлесуіміз керек." Самат телефоннан басын көтермеді. "Не туралы?" "Бүгін дәретханада бір әйелмен сөйлестім." Саматтың қолы бір сәтке тоқтап қалды, бірақ өзін тез жинап алды. "Қандай әйел?" Өзің жақсы білетін әйел." Самат үндемеді. "Ол өзін сенің бірінші әйеліңмін деді." Бөлмені ауыр тыныштық басты. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Сосын Самат орнынан тұрып ашулы үнмен: "Сен бейтаныс адамның сөзіне сеніп тұрсың ба? Маған тек шындықты айт. Ол өтірікші. Самат, шындықты айтшы." Самат үстелді жұдырығымен бір ұрып жіберді. "Айттым ғой, өтірік." Жадыра селк ете қалды. Бірақ бұл жолы үнсіз қалмады. "Онда неге мені көргенде кетеміз деп асықтың?" Самат жауап бере алмады. Бір сәт үнсіз тұрды. Сосын дауысын бәсеңдетіп: "Иә, бұрын бір қызбен бірге тұрғаным рас, бірақ біз ресми некеде болған жоқпыз. Ол бәрін әсірелеп айтып жүрген шығар." "Ал баласы ше? Қайдағы бала, білмеймін. Мені ақша үшін іздеп жүрген шығар." Жадыра оның көзіне тіке қарады. Ол бұрын Саматтың көзінен шындықты оқитын, ал бүгін бір нәрсе жетіспейтіндей болды. "Неге маған айтпадың?" Самат қабағын түйді. "Айтсам не өзгеретін еді? Мен сенің өткен өміріңді білуге хақлымын. Өтті, қазбалаудың қажеті жоқ." "Самат, мәселе өткенде емес, мәселе сенің менен жасырып қалғаныңда." Самат тағы ашулана бастады. "Сен де қызықсың. Бір бөтен әйел келіп бірдеңке айтса соған сеніп отырсың, ал маған сенбейсің." Жадыра ауыр күрсініп: "Мен саған сенгім келеді, бірақ сен маған мүмкіндік бермей тұрсың." Сол түні екеуі бір бөлмеде жатса да бір-бірімен бөтен адам
адамдарша көрінді. Жадыра көзін жұмғанымен ұйықтай алмады. Ойында әлгі әйелдің сөздері қайта-қайта келе берді. Басында ол да өте жақсы адам болатын. Кейін қол көтере бастады. Мен де көп шыдадым. Бұл сөздердің өз өміріне айнадағы көрінісіндей еді. Келесі күні Самат ештеңе болмағандай жұмысына кетіп қалды. Кешке гүл алып келді. Жадыраның жанына отырып, кешегіге ренжімеші, мен қатты ашуланып кеттім. Сен менің әйелімсің, мен сені ғана жақсы көремін. Жадыра үнсіз тыңдап тұрды. Енді ол тақырыпты қозғамайықшы. Бәрі артта қалды. Бізге балаларымыздың болашағын ойлау керек. Бұл сөздің бұрынғыдай әсер етпеді. Жадыра бірінші рет кешірімнің шынайы өкініштен емес, мәселені жабу үшін айтылып тұрғанын сезді. Дегенмен ол тағы да отбасын сақтап қалуға тырысты. Өйткені ол екі баласының әкесіз өскенін қаламады. Бірақ дәл сол сәтте оның жүрегінде бұрынғыдай шексіз сенім қалған жоқ. Саматтың айтқан әрбір сөзіне күмәнмен қарай бастады. Ал бұл күмән уақыт өте келе әлде қайда үлкен қайғының бастамасы болатынын екеуі де білмейтін. Ойын-сауық орталығындағы оқиғадан кейін Жадыра бұрынғыдай болмады. Саматтың әр сөзіне, әр қимылына еріксіз мән беретін болды. Бірақ ол отбасын сақтап қалу үшін тағы да үнсіздік таңдады. Мүмкін балалар үшін шыдауым керек шығар деп өзін жұбататын. Самат болса әлгі әңгімені мүлде қозғамады. Ештеңе болмағандай өмір сүре берді. Арада 3 жыл өтті. Айдар мектептің үздік оқушысының бірі болды. Айбын балабақшаға барып жүрді. Жадыра бар уақытын балаларына арнады. Ал Самат тағы да бірнеше жұмыс орнын ауыстырды. Бір жерде 3 ай, енді бір жерде жарты жыл ғана істейтін. Үйге келген сайын бастықтың өзі де дұрыс емес екен, айлық аз, ұжым жаман деп сылтау табатын. Ал отбасының шығыны күннен күнге көбейіп бара жатты. Несие, пәтерақы, балалардың киімі, балабақша төлемі. Жадыра қолында ақшаны үнемдеп жеткізуге тырысатын. Бірақ Самат ақша тапшы болса да достарымен бірге бас қосуды тоқтатпады. Бір күні кешке Самат үйге мас күйінде келді. Бұл оның алғаш рет ішіп келуі емес еді. Бірақ бұл жолы мінезі өзгеше болды. Ас дайын ба? Дайын, кел отыр, ішіп ал. Самат бір қасық ас ішіп тәрелкені итеріп жіберді. Мынауыңның дәмі жоқ, басқасын жасап берейін, қолыңнан түк келмейді. Айдар мен Айбын үнсіз отырып қалды. Жадыра балаларға қарап, бөлмелеріне кіріп ойнай тұрыңдаршы деді. Балалары үндемей шығып кетті. Есік жабылғаннан кейін Самат тағы айқайлай бастады. Сен мені әдейі ашуландырасың. Самат, балалар естиді. Даусыңды бәсеңдетші, маған ақыл айтпа. Ол ашумен орындықты тұрып қабырғадағы суретті жұлып алып жерге лақтырып жіберді. Шыны быт-шыт болып шашырады. Жадыра қорыққаннан бір қадам кейін шегінді. Самат оның жанына келіп, мені бәріне сен жеткіздің. Жадыра үнсіз ғана көз жасын сүртті. Бұл жолы ол өзін ақтап әуре болмады. Өйткені Самат бәрібір тыңдамайтыны белгілі. Сол түні Айдар анасының қасына келіп, анашым, я құлыным, әкем сізді неге үнемі ренжітеді? Жадыра не деп жауап берерін білмеді. Әкеңнің жұмысы қиын, шаршап жүр. Айдар басын шайқады. Жоқ, шаршаған адам жақсы көретін адамдарын жылатпайды ғой. Осы сөз Жадыраның жүрегіне қатты батты. Өйткені оны мұндай сөзді 8 жасар баласы айтып тұр еді. Бірнеше аптадан кейін Жадыраның өзі 3-ші сәбиіне жүкті болғанын білді. Қолына анализ қорытындысын ұстап отырып, қуана ма әлде уайымдай ма білмей қалды. Кешке Саматқа айтты. Самат, біз тағы да сәби күтіп жүрміз. Самат үнсіз қалды. Бұрынғыдай қуанып құшақтамады. Тек ауыр күрсініп, қазір уақыт емес еді, ақша жетпей жүр ғой деді. Бұл сөз Жадыраның жүрегін ауыртып өтті. Өйткені Айдар мен Айбынға жүкті болғанда Самат ең бірінші болып қуанатын. Ал бүгін оның жүзінде қуаныштың белгісі де байқалмады. Жүктілік айлары өткен сайын Самат ішімдікке бұрынғыдан да көбірек әуесқой бола бастады. Достарын жиі шақыратын болды. Кейде түннің бір
уағына дейін күліп ән айтып отыратын. Ал жадыра жүкті қалпында ас әзірлеп, ыдыс жуып, бәрін жинап жүретін. Шаршағанын айтса, сен үйде отырасың ғой, неден шаршайсың деп жауап беретін. Жадыра бұрынғыдай қарсыласпайтын, тек іштей, бала-шағам аман болсын деп тілейтін. Бірақ оның алдындағы ең ауыр сынақ әлі де алда. Үшінші сәби дүниеге келетін күні жақындап келе жатқан. Саматтың мінезі бұрынғыдан да қатыгез болып бара жатты. Ал жадыра болса, өмірінің ең қиын шешімін қабылдайтын сәттің таяп қалғанын әлі сезбеген еді. Күндер өте берді. Жадыраның іші күннен күнге үлкейіп, босанатын уақыты да жақындай түсті. Бұл жолы оның көңілі алаң еді. Алдыңғы екі жүктілігінде қуаныштың орнына белгісіз үрей басқан. Самат болса бұрынғыдай емес, жұмысын тағы ауыстырған. Жалақысы тұрақсыз. Бір ай жұмыс істесе, келесі айда жұмыстан шығып кететін. Үйге ақша аз әкелетін болды. Сол себепті ұрыс-керістер де жиілей түсті. Бір күні кешке жадыра ас дайындап жатқанда Самат ішімдік ішіп келді. Есіктен кіргеннен-ақ тамақ дайын емес па әлі? Дайын болып қалды. Күні бойы үйде отырып не істейсің өзі? Жадыра үндемейді. Өйткені қазір қарсы жауап берсе, оның арты немен аяқталатынын жақсы білетін. Самат ашуланып дастарханды бір теуіп жіберді. Тәрелкелер жерге шашылып қалды. Айдар мен Айбын бөлменің есігін сығалап қарап тұрған екен. Балалардың қорқып тұрғанын көрген жадыра, бөлмеге кіріңдер құлындарым деп әрең айтты. Балалар үнсіз кіріп кетті. Арада бірнеше күн өткенде жадыраның толғағы басталды. Түн ортасы болатын. Іші қатты ауырып әрең жүрді. Самат, уақытым келді. Самат асығыс киініп, оны перзентханаға алып барды. Бірнеше сағатқа созылған ауыр толғақтан кейін дүниеге шекесі торсықтай қыз келді. Дәрігер сәбиін қолына ұстап, құттықтаймын, қызыңыз дүниеге келді деді. Жадыра көз жасын тыя алмады. Қош келдің қызым. Көп ұзамай Самат палатаға кірді. Қызын қолына алып, менің қызым деп маңдайынан сүйді. Азан шақырылып, қызының есімін Айсана қойды. Сол сәтте жадыра тағы да, мүмкін қызымыз дүниеге келген соң бәрі өзгелер деп үміттенді. Жадыра перзентханада жатқанда Айдар мен Айбынның өз анасы алып кетті. Қызым, сен тынығып ал, балаларды уайымдама, біраз күн бізбен бірге болады, деді анасы. Жадыра анасына алғысын айтып көзіне жас алды. Өйткені бұл кезде оған ең керегі тыныштық еді. 5 күннен кейін жадыра қызымен үйіне шықты. Самат қарсы алып үйге әкелді. Бірақ үйге келген күні-ақ есік қоңырауы тынымсыз соғыла бастады. Саматтың ескі достары, құтты болсын, ол қыздарыңның қызығын көріңдер деп келіп жатты. Жадыра қарсы болған жоқ. Бүгін ғана шығар деп ойлады. Бірақ сол кеш тағы да дастарханға арақ қойылды. Күлкі, айқай, ән түн ортасына дейін жалғасты. Ал жаңа ғана босанған жадыра сәбиін құшағына қысып бөлмеден шықпай отырды. Ертеңінде де дәл сол жағдай қайталанды. Тағы қонақ. Айқай. Самат анда-санда бөлмеге кіріп, балаларды ата-анаңа жібермей өзің қарайламадың ба деп тесетін. Жадыра таңырқай. Өзің айтқан жоқсың ба анам көмектессін деп? Мен айтсам да сен өзің шешуің керек еді. Жадыра тағы үндемеді. Үшінші күні де тағы да достарын ертіп әкелді. Бұл жолы жадыра денесі әлі қалпына келмеген еді. Тігістері ауырып, түнімен Айсананы емізіп шыққан. Ол жай ғана Саматқа жақындап, Самат, мен енді ғана босандым. 3 күн болды, демалған жоқпын. Бүгін қонақ шақырмай қойшы, маған сәл тыныштық керек. Самат әйеліне ұзақ үнсіз қарап тұрды. Ал оның достары бір-біріне қарап күліп жіберді. Жадыраның өтінішін естігенмен бөлмені бір сәт үнсіздік басты. Ол жаңа ғана босанған еді. Бозарған жүзі, ұйқысыздықтан ісінген көздері, құшағында 3 күндік сәбиі. Оның бар тілегені аз ғана тыныштық болатын. Бірақ Саматтың жүзіне ашу үйірілді. Не дедің?
Тек бүгін ғана, ертең шақырсаң болады, менің жағдайымды түсінші. Самат ащы күлді. Мына үйдің қожайыны сен болып кетіпсің ғой. Мен достарымды шақыру үшін сенен рұқсат сұрауым керек пе? Мен олай деген жоқпын. Онда үндеме. Достары бір-біріне қарап жымиды. Жадыра үнсіз ғана Айсананы құшағына қысты. Бірнеше минуттан кейін дастархан жайылды. Самат пен достары ішімдік ішіп, қатты күліп отырды. Жадыра ас үйде жүріп, барлығына шай құйып берді. Тұрудың өзі қиын еді. Денесі әлі әлсіз болатын. Бірақ оны ешкім байқамады. Бір кезде Самат қаттырақ масайып кетті. Әй Жадыра, мұнда кел. Жадыра үнсіз келді. Мына достарға қарашы, бәрі әйелдерін басқаруды біледі. Ал менікі болса маған ақыл айтатын болыпты. Достарының бірі, қойшы, жаңа босанған ғой, деп сөзді жұмсартқысы келді. Бірақ Самат тоқтамады. Босанса не бопты? Әйел деген әйелдігін істеу керек. Жадыра басын төмен түсірді. Ол тек 3 күндік Айсананың осы айғайдан оянып кетпеуін ғана ойлап тұрды. Саматтың сөзі барған сайын ауырлай берді. Өзін ханшайым сезінеді, үйде отырып шаршадым дейді. Достарының кейбірі үнсіз қалды, кейбірі ыңғайсызданып төмен қарады. Жадыра, Самат болды, кейін сөйлесейік деген сол еді. Самат даусын көтеріп, неге, ұялдың ба? Ол тағы бірнеше ауыр сөз айтты. Жадыраның ар намысына тиетін сөздерден кейін бөлмеден отырғандардың өзі қысылып кетті. Сол сәтте Жадыра бәрінен бұрын бесікте жатқан қызына қарады. Тек қызым осы айғайдан оянып кетпесе екен, шошып кетпесе екен деп ой санасы тілініп өтті. Ол үнсіз бөлмесіне кірді, есікті ішінен жапты. Айсананы құшағына алып көз жасына ерік берді. Бірнеше минуттан кейін сырттан тағы айқай естілді. Самат есікті тарсылдатып, шық бері. Жадыра орнынан тұрмады. Сол сәтте ол алғаш рет шын қорқынышты сезінді. Бұл қорқыныш өзі үшін емес еді. Құшағындағы 3 күндік қызы үшін еді. Егер бүгін ештеңе өзгертпесе, ертең бұдан да жаман жағдай болуы мүмкін екенін жүрегі сезді. Жадыра тез шешім қабылдады. Айсананы жылы көрпеге орап алды. Телефоны мен құжаттарын сөмкесіне салды. Есіктің арғы жағындағы дауыстар бәсеңдеген сәтті күтті. Содан кейін бөлменің есігін ақырын ашып, дәліз арқылы сыртқа есікке беттеді. Ешкім байқамай тұрғанда есікті ашып үйден жүгіріп шықты. Аяғына аяқ киімі де жоқ еді. Түнгі салқынға қарамастан ол тоқтаған жоқ. Құшағындағы сәбиін құшақтай түсіп, бар күшімен ата-анасының үйіне қарай жүгірді. Бұл оның өміріндегі ең ауыр қадамы еді. Бірақ дәл сол қадам оның және балаларының жаңа өмірге жасаған алғашқы қадамы болатын. Түн ортасы. Көшеде тірі жан көрінбейді. Жадыра жалаңаяқ құшағында 3 күндік Айсанасын қыса ұстап, ата-анасының үйіне қарай асығып келеді. Көзінен аққан жасқа да, аяғын тілген тасқа да қарамады. Оның бар ойы қызының амандығы еді. Бір қолмен көрпені жауып, бір қолмен Айсананың басын желден қоршап келеді. Тек тоңып қалмашы қызым, аз қалды деп сыбырлады. Ақыры ата-анасының үйіне жетті. Дірілдеген қолдарымен қақпаны қақты. Бірнеше секундтан кейін үйдің шамы жанды. Есікті әкесі ашты. Қызын көрген сәтте өңі қашып кетті. Жадыра, әкесі сөзін аяқтай алмай қалды. Қызының жалаң аяқ тұрғанын, құшағында 3 күндік сәбиі барын көргенде жүрегі шым етті. Артынша анасы да жүгіріп шықты. Қызым, не болды? Осы сөзді естіген Жадыра бар күшін жоғалтқандай болды. Анасына қарай ұмтылып, құшағына кіріп еңіреп қоя берді. Жылдар бойы ішіне жиналған мұң, қорлық, көз жасы сол түні бір-ақ сыртқа шықты. Анасы қызын құшақтап, жылама қызым, үйге кір деп әрең жұбатты. Үйге кірген соң анасы Айсананы ақырын қолынан алып, бөлмеге апарып жатқызды. Әкесі қызына ыстық шай құйып берді. Бірақ Жадыраның қолы кесені ұстай алмай дірілдеп тұрды. Біраз уақыт ешкім үндемеді. Тек сағаттың тықылы ғана естілді. Сәлден кейін әкесі жай ғана, енді бәрін басынан бастап айт қызым. Жадыра терең дем алды. Сосын университетте Саматпен танысқан күннен бастап сол түні үйден қашып шыққанға дейін барлық өмірін айтып берді. Саматтың алғашқы махаббатын, уәдесін, үйленгеннен кейінгі өзгерісін, Маржан енесінің
кінәлай беретінін, алғашқы шапалағын, кешірім сұрауларын, қайталана берген қорлықтарды, бірінші әйелі бар екенін қалай білгенін, жұмысын қайта-қайта ауыстырғанын, ішімдікке салынғанын, бүгінгі қорлығына дейін ештеңесін жасырмай айтып шықты. Әңгіменің аяқтағанда үйдің іші тып-тыныш болып кетті. Анасының көзіне жас толып отыр. Әкесі болса үнсіз төмен қарап қалған. Ол өмірінде алғаш рет қызын қорғай алмағанына өзін кінәлі сезінді. Бір кезде анасы Жадыраның қолынан ұстап, «Қызым, неге осы уақытқа дейін үндемедің?» Жадыра көз жасын сүртіп, «Балалар әкесіз өспесін дедім. Өзгереді деп күттім. Өзімді кінәладым. Бірақ бүгін шыдай алмадым». Әкесі орнынан тұрып, қызының жанына келді. Иығына қолын қойып, «Жетер, болды, қызым. Енді сен ол үйге қайтпайсың. Бұл біздің шешіміміз». Жадыра әкесіне қарап үнсіз басын изеді. Ол дәл осы сөзді естуді көптен күткен еді. Таң ата бере Самат қайта-қайта телефон соға бастады. Бірде Жадыраға, бірде әкесіне, бірде анасына, бірақ ешкім жауап бермеді. Бір сағаттан кейін үйдің алдына көлігімен өзі келді. Есікті тарсылдатып, «Жадыра, шық, сөйлесейік, қателестім, аш есікті», деп айқайлай бастады. Жадыра орнынан қозғалған жоқ. Бұл жолы ол қорықпады. Өйткені ол өз үйінде еді. Әкесі сыртқа шықты. Саматты алғаш рет соншалықты ашулы күйде қарсы алды. «Балам, бүгін сөйлесетін уақыт емес. Қызымның да, немеремнің де тыныштығын бұзба, кете ғой». Самат тағы біраз жалынды. Бірақ бұл жолы ешкім оның сөзіне сенбеді. Өйткені кешірім сұрау оның әдетіне айналған еді. Ал Жадыра үшін бұл кешірімдердің құны әлде қашан жоғалтқан болатын. Самат сол күні кешке тағы келді. Бұл жолы жалғыз емес. Қасында әкесі мен анасы, Маржан апай бар еді. Көліктен түскен бойда Маржан апай көз жасын сүртіп, үйдің есігіне қарай жүрді. Есікті Жадыраның анасы ашты. «Кіріңіздер». Үйдің іші үнсіз. Бір бұрышта Жадыра 3 күндік Айсанасын құшағына алып отыр екен. Жүзі әлі бозарып кеткен, көзінің асты көгеріп, бірнеше күннен бері дұрыс ұйықтамағаны анық көрінеді. Маржан апай келініне қарап көзіне жас алды. «Қызым, кешірші». Жадыра үндемеді. Маржан апай бұрынғыдай келінін кінәлаған жоқ, керісінше басын төмен түсіріп отырды. Себебі бұл жолы ол өз ұлын қандай күйге жеткізгенін өз көзімен көріп тұр еді. Самат үнсіз отырып қалды. Бұрынғыдай өзін ақтауға тырыспады. Біраздан кейін ғана, «Жадыра, бір қателік болды, кешірші, үйге қайтайық, балалар үшін», деді. Жадыра оған ұзақ қарап отырды. Сосын жай ғана сұрады. «Самат, осы сөзді маған неше рет айттың?» Самат үнсіз қалды. «Алғаш рет қол көтергенде де қайталанбайды дедің. Кейін тағы қайталанды. Ішімдік ішкен сайын қорлайтын болдың. Балалардың көзінше айқайладың. Мені кінәлі қылдың. Бірінші әйелің туралы өтірік айттың. Үйге күнде достарыңды жинадың. Мен босанып келген күні де тыныштық бермедің. Енді тағы да кешір дейсің». Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Маржан апай көз жасын сүртіп, «Қызым, біз де кінәліміз. Мен де кезінде сені тыңдамадым. Әрдайым Саматты жақтап кеттім. Кінә сенде шығар деп көп айттым. Бүгін соның бәріне өкініп отырмын. Кешір мені». Жадыраның да көзіне жас келді. Ол Маржан апайдың бұл сөзді айтуы оңай емес екенін түсінді. Бірақ жүрегінде жара бар. Жара бір ауыз кешіріммен жазылмайтынын еді. Сол кезде Жадыраның әкесі сөз алды. «Біз қызымызды бұл үйге қайта жібермейміз. Ол жылдар бойы үндемей шыдады. Енді болды. Біз оның өмірінен қорқатын болдық». Самат орнынан тұрып, «Мен өзгеремін, ішімдікті қоямын, жұмысқа тұрамын, бәрі басқаша болады». Жадыра басын шайқады. «Мен бұл сөздерді сан рет естідім. Самат, бірақ сен өзгерген жоқсың. Өзгерген сайын бұрынғыдан да қатыгез болып кеттің. Мен енді 3 баламның тағдырын тәуекелге тігіп бара алмаймын». Самат үнсіз төмен қарады. Оның айтатын уәжі де қалмаған еді. Жадыра терең демалып, өміріндегі ең қиын сөзді айтты. «Мен ажырасамын». Осы сөзден кейін үйдің іші тып-тыныш болып кетті. Самат көз жасын тыя алмады. Маржан апай да жылады. Бірақ бұл шешім енді өзгермейтін еді. Жадыра бірінші рет өзін әлсіз емес, қайта мықты әйел ретінде сезінді. Өйткені ол
бұл шешімді өзі үшін ғана емес, Айдардың, Айбынның және Айсананың болашағы үшін қабылдаған еді. Ажырасу туралы шешім айтылғаннан кейін үйдің үшін ауыр үнсіздік басты. Самат басын төмен түсіріп ұзақ отырды. Маржан апай да, атасы да ештеңе дей алмады. Олар осы уақытқа дейін ұлдарының әр әрекетін ақтап келгендерін енді түсінді. Бірақ тым кеш еді. Самат орнынан тұрып, Жадыраға соңғы рет қарады. Сен шынымен қайтпайсың ба? Жадыра көзіндегі жасын сүртіп, жоқ Самат, бұл шешімді мен бір күнде қабылдаған жоқпын. Мен оған жылдар бойы келдім. Әр қорлықтан кейін кешірдім. Әр кешірімнен кейін үміттендім. Бірақ бүгін үмітім де таусылды. Самат үндемеді. Маржан апай келініне жақындап қолын ұстады. Қызым, бақытты бол. Бізге ренішің орынды. Бірақ балаларды бізден алыстатпа. Олар біздің немерелеріміз. Жадыра басын изеді. Мен ешқашан балаларды ата-әжесінен айырмаймын. Олар сіздердің жақсы көреді. Бұған олардың еш кінәсі жоқ. Маржан апай көз жасын сүртіп, үнсіз сыртқа беттеді. Сол күні Самат ата-анасымен бірге кетіп қалды. Бұл олардың бір шаңырақ астындағы соңғы кездесуі болды. Бірнеше күннен кейін Жадыра ресми түрде ажырасуға арыз берді. Құжаттарға қол қою оңай болған жоқ. 12 жылға жуық уақыт. Қаншама арман, қаншама үміт, бәрі бірнеше қағаздың арасында қалып бара жатқандай көрінді. Бірақ ол бір сәтте шешімінен таймады. Ажырасу рәсімі аяқталған соң, Жадыра 3 баласымен ата-анасының үйінде тұра бастады. Әкесі, қызым, асықпа, әуелі өзіңді қалпына келтір. Балаларды біз қараймыз. Сен өміріңді қайта баста. Анасы да бар мейірімімен немерелеріне арнады. Айдар мен Айбын қайтадан күле бастады. Үйдегі айғайдың орнына тыныштық орнады. Кешкі ас кезінде ешкім дауыс көтермейтін. Есіктің тарсылынан балалар шошып оянбайтын. Жадыра осы тыныштықтың өзін үлкен бақыт деп сезінді. Арада бірнеше ай өтті. Айсана да өсіп, анасының еркелеп күлетін болды. Бір күні Жадыра жұмысқа қайта шығу туралы шешім қабылдады. Әке, ана, маған жұмысқа шығатын уақыт келді. Балаларым үшін де, өзім үшін де аяғымнан тұруым керек. Әкесі күлімсіреп, біз осы сөзді күтіп жүрген едік. Сен қолыңнан бәрі келеді, қызым. Жадыра бұрын жұмыс істеген мекемесіне қайта барды. Әріптестері оны жылы қарсы алды. Көп ұзамай өз ісінің жауапкершілігі мен еңбекқорлығының арқасында басшылыққа сеніміне ие болды. Уақыт өте қызметі де жоғарылады. Айлығы көбейді. Бірнеше жылдан кейін банктен несие рәсімдеп, өз атына шағын болса да жайлы пәтер сатып алды. Пәтердің кілтін қолына алған күні көзінен жас шықты. Бұл мұңның емес, жеңістің жасы еді. Айдар, Айбын және Айсана жаңа үйлеріне кіріп, қуанып жүгіріп жүрді. Жадыра терезенің алдында тұрып, балаларына қарап күлімсіреді. Ол өткен өміріне өкінбеді. Өйткені сол қиындықтар оны сындырмай қайта шыңдады. Ең бастысы, балалары енді айғайдың емес, мейірімнің ортасында өсіп келе жатыр. Сол күні Жадыра жүрегінде бір ғана сөзді қайталады. Біз енді бақытты боламыз. Және бұл жолы ол сөзіне өзі де сенді.